сәлем достар. Өткен сабағымызда біз сіздермен екі таңбалы сандарды баған түрінде қосуды және тексеруді үйреніп едік. Ал бүгін болса, екі таңбалы сандарды азайту және тексеруді үйренеміз. Қане, дайын болсаңыздар, бастаймыз. Балалар, қараңыздар, бізде 93 және 67, яғни екі таңбалы сандардың азайтындысын көріп тұрмыз, дұрыс па? Қане, онда азайтайық. 93 азайту 67. 3-тен 7-ні азайта аламыз ба, балалар? Азайта алмаймыз. Ол үшін 9-дан бір қарыз сұрап тұрамыз. 13-тен 7-ні азайтсақ 6. 3-ке бір қарыз беріп қойдық. Мына жерде қанша қалды, балалар? 8 қалды. 8-ден 6-ны азайтсақ 2. 26 шықты. Қане, 26-ны жауабын жазып қоямыз. Енді бұны балалар тексеріп көрелік. 26 азайтуды балалар қосу таңбасымен тексереміз, дұрыс па? Шыққан мәнді азайтқышқа қосамыз. 7-ге 6-ны қоссақ қанша, балалар? 7-ге 6-ны қоссақ 13. Бірін ойға сақтап қоямыз. 2-ге 6-ны қоссақ 8, ойдағымен 9. Біздің мәніміз дұрыс шықты ма, балалар? Дұрыс шықты. Яғни 93-тен 67-ні азайтсақ 26 екен. Бұл есебіміз дұрыс. Енді 24-тен 13-ті азайтып көрелік. 24 азайту 13. 4-тен 3-ті азайтсақ 1. 2-ден 1-ті азайтсақ 1. Қане, бұл есебіміз дұрыс бекен? Көрелікші. Яғни шыққан мәнді азайтқыштың біріне қосамыз. 1-ге 3-ті қоссақ 4, 1-ге 1-ді қоссақ 2. Бұл есебімізде дұрыс бекен, балалар, қараңдаршы. Дұрыс екен. Яғни бұл есебімізде дұрыс. Енді 78-ден 55-ті азайтып көрелік. 78 азайту 55. 8-ден 5-ті азайтсақ 3. 7-ден 5-ті азайтсақ 2. 23 шықты. Енді сол шыққан мәнді азайтқыштың біріне қосып көрелік. Астын сызып аламыз. 5-ге 3-ті қоссақ 8, 2-ге 5-ті қоссақ 7. Біздің мәніміз дұрыс бекен, балалар? Дұрыс екен, яғни бұл да 23 екен. Көрдіңіздер ме, балалар? Екі таңбалы сандарды азайттық және тексеріп алдық. Арнамызға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.